Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер сірне дайындайтын боламыз. Қажетті өнімдердің барлығы төменде көрсетілетін болады. Алдымен барлық көкөністерді ірілеп турап аламыз. Әр көкөністі видеода көрсетілгендей турасаңыздар болады, немесе қалауыңызша. Барлық көкөністерді кесіп дайындап алдық. Етімізді алдын ала маринадтап қойдық. Енді қазанымызға сұйық май құйып, бірінші пиязымызды қуырып аламыз. Пиязымыз қызарып қуырылғаннан кейін үстіне алдын ала маринадталған етімізді саламыз. Етімізді жақсылап қуырып алдық. Енді үстіне көкөністерімізді салып бастаймыз. Алдымен пиязымызды саламыз. Одан кейін үстіне сәбізімізді саламыз. Осылай дөңгелектеп, әдемілеп салсаңыздар өзіңізге ыңғайлы болады. Сәбіздерімізді салып болғаннан кейін үстіне картопымызды саламыз. Жайып саламыз, себебі барлығы біртекті пісуі үшін. Енді тәтті бұрышымызды саламыз. Әр түрлі түстегі бұрыштар салсаңыздар болады. Менде тек осы біреу болғандықтан осы түрін салдым. Одан кейін қызанақтарымызды саламыз. Қызанағымызды салып болғаннан кейін тұз бұрышымызды себеміз. Үстіне дәмді болу үшін әртүрлі дәмдеуіштерді де салсаңыздар болады. Барлық көкөністерімізді салып болғаннан кейін 40 қабатты, яғни капустамызды кеспей бір-бір қабығын алып, осылай бетін толықтай жабатын боламыз. Лавр жапырағында сал жерсеңіздер болады, қалауыңызша.
Толықтай бетін жауып болғаннан кейін бетін ауыр тарелкамен басып және қақпағын жауып қоямыз. Осылай беті жабық күйінде 1 сағат, 1,5 сағат шамасында пісіреміз. Піскеннен кейін осылай кезек-кезегімен астына қырыққабатымызды, үстіне көкөністерімізді және соңында етімізді қойып ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді әрі өте оңай дайындалатын тағам. Отбасыларыңызды тағамды астарымен қуантып тұрыңыздар. Сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Және менің парақшама тіркеліп қойыңыздар. Алда жақсы видеолар болады.